Сарыағаш қаласында доктор Стоун клиникасы ашылды. Жаңа бой көтерген мекеме амбулаториялық клиникалық көмек көрсетеді. Жаңа нысанда медициналық қызмет көрсету үшін барлық жағдай жасалған. Дерттің кез келген түрін анықтау мақсатында клиникада диагностикалық және емдеу қондырғылары орнатылыпты. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Жаңа медициналық орталықтың ашылу рәсіміне аудан әкімінің өзі қатысты. Құттықтау сөзін айтып, мұндай медициналық клиникалар біздің ауданымызға қажет екендігін және өңіріміздің тұрғындары бұрынғыдай басқа қалаларға, өзге мемлекеттерге бармай-ақ аудан орталығында емделе алатындығы өте қуанышты жағдай екенін айтты. Клиника құрылысы 2016 жылы басталып, 2017 жылы тапсырылып отыр. Жобаның жалпы құны 34 миллион теңге. Клиникада 12 емдеу бөлмелері, заманауи емдеу құрал жабдықтары, соңғы үлгідегі рентген аппараттары бар. Аталған мекеме жалпы 25 адамды жұмыспен қамтып отыр. Доктор Стоун клиникасының құрылтайшысы ем іздеп келгендерге жеңілдіктің болатынын айтты. Анығырақ айтсақ, зейнет жасындағылар мен мүмкіндігі шектеулі жандар бар болғаны емдеу құнының 50%-ын төлейді. Ашуда мақсат халыққа қызмет ету, медицина саласын дамыту, Сарыағашқа деген қазіргі заманауи технологиямен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Елден басқа стоматологияның ерекшелігіміз сол қазірше. Рентгеновизиограф деген аппарат алдық қазір. Жақында имплантация жасасақ деп отырмыз. Жоқ жерге тіс салу операциялық жолмен. Және де брекет аппараттар системасы, және де қосымша металлокерамика, вапласт, биопласт деген аппараттарды протезионный протезді жасамақшымыз. Жергілікті тұрғындар бұл клиниканың ашылғанына дән риза. Себебі тіс емдейтін барлық құрылғылар заманауи, яғни Германия мемлекетінен әкелінген. Мұнда емдеушілер үшін барлық қолайлы жағдайлар жасалған. Ауырған тісті жұлатын, емдейтін жаңа технологиялық жабдықтар бар. Есімжан осындай емхана ашып жатыр екен, құтты болсын дейміз. Осы жер берекелі, мерекелі, елден алғыс алатын, елге қызмет істейтін, елдің ырзашылығына бөленетін орын болсын деген тілегімізді айтамыз. Біздің мына Сарыағаш ауданында үлкен тіс емханасы ашылып жатыр. Осы аудан тұрғындарының үшін жақсы жағдайлар жасалынған ішінде. Ішінің бәрін аралап көрдік, барлық жағдай жасалынған, өте тамаша. Саулығы сыр бергендер үшін бұл клиника сапалы қызмет көрсетуге әрдайым дайын. Жасан Әлібеков, Сәкен Сапарбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.